Жаңа үйге көшу. Мен әрине өмірімде 2 рет көшіп көрдім. Біріншісі әрине бала кезімде, яғни 5 жасымда. Сондықтан көп есімде ештеңе жоқ. Тек есімде қалғаны ойыншық толы қорап, көлікпен жаңа үйге бара жатқанымыз. Ал одан кейін әрине ауылдағы үйге көштім. Керемет кездер. Шыны керек, мен көшу дегенде ұнатпаймын. Себебі сен қаншама толып жатқан заттарыңды тасуың керек. Мен әсіресе осы істі ұнатпадым. Екінші мәселе ол сол жерге үйренісу. Ол жердің адамдары басқа, ауасы басқа дегендей. Ол жерде мүмкін жыландар көп. Тағы айтарым, сен танымайтын жерлерде көп болуы мүмкін. Сондықтан оның бәрін танып білу үшін біраз уақыт керек. Мысалы, сен жаңа үйге көшіп адасып кетсең қайтесің? Иә, сен құдды бір сахарада қалып қойғандай боласың, немесе мұхиттың ортасында. Сондықтан көшпес бұрын көп ойланыңыз. Ал сіз жаңа үйге көшіп көрдіңіз бе? Пікірге өз ойыңызды жаза кетіңіз. Достар, 1 минут рубрикасы қызық болса, келесі бөлімдерін шығара аламын. Әрине, оны да пікірге жаза кетіңіз. Сіздермен болған мен Оранет, ал бай гоу.